Сарыбұлақ ауылдық округінде мемлекеттік қолдаудың арқасында өз кәсібін бастаған 60-қа жуық азамат бар. Соның бірі ауыл шетінде күйдірілген кірпіш өндіретін шағын зауыты бар тұрғын. Аталған кәсіпорын тәулігіне неше дана кірпіш шығарады екен. Өндіріс қалай жолға қойылған? Тілші айтсын. Кәсіпкер Рахат Жұмабайұлы 2025 жылы ауыл аманаты бағдарламасы арқылы мемлекеттік қолдауға ие болған. Ал бұл саладағы тәжірибесі 3 жыл бұрын басталыпты. Кәсіп иесінің айтуынша өндіріс ашуға ауыл тұрғындарының құрылыс материалдарына деген сұранысы себеп болған. Общий жалпы 2023-те бастадық бұл кәсіпті. 9 миллион 200 мың теңге ақша алдық, осы станокты алдық. Артымызда тұрған. Қазір таңда сол 2 техникамыз бар, 6 жұмысшымыз бар. Мемлекеттік бағдарлама аясында алған қаражатқа кәсіпкер қажетті құрал жабдықтарын сатып алып, өндіріс көлемін арттырған. Қазір шағын зауытта 2 техника жұмыс істеп, 6 адам тұрақты еңбек етіп келеді. Ауыл аманаты бағдарламасы бойынша жаңағы 9 миллиондай кредит алған болатын. Өзіміздің ауылдың азаматы өзінің жұмысын бастап, мына 2-ші жыл болды, жұмысын атқарып жатыр. Осы көрші ауылдардың, өзіміздің ауылдың мынандай жаңағы кірпішке деген сұранысты осы жігіттер жауып жатыр. Қазір кәсіпорын тәулігіне 2800 дана кірпіш шығарады. Өнімге деген сұраныс тұрақты. Азаматтың өзі алдағы уақытта өндіріс қуатын арттырып, кәсібін одан ары дамытуды жоспарлап отыр. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.